Бір кездері тығыз, жасыл орманда Мими есімді кішкентай, бірақ өте көңілді маймыл болған. Ол барлық достарының ішіндегі ең көңілді және жігерлі болды. Таңертеңнен кешке дейін Мими бұтақтан бұтаққа секіруден жалықпады. Ағаштардың тәждерінде жоғары тербеліп, жұмсақ жерге қарай төмен түсті. Оның жалынды күлкісі мен қозғалыстың шынайы қуанышы барлық жерде естілді. Бір күні таңертең күн көкжиектен көтеріле бастағанда, Мими ерекше қуаныш сезімімен оянды. Ол бүгін ерекше күн болатынын сезді. Піскен жемістерден дәмді таңғы астан кейін ол жаңа шытырман оқиғаларды іздеуге шешім қабылдады. Мими ормандағы ең биік ағашқа тез көтерілді. Ағаштың басынан бүкіл орманның керемет көріністері болды. Жасыл шалғындар, бұралған өзендер және алыстағы биік таулар. Оның жүрегі қуаныштан қатып қалды. Қандай әдемі! Деп ойлады Мими, және ол құс сияқты ұшып бара жатқанын елестетіп, ең биік бұтақта тербеле бастады. Ол желдің жүнімен ойнағанын қуана бақылап, құстардың әуезді әндерін тыңдады. Ол өзін еркін және бақытты сезінді. Кенеттен оның көзіне жердегі жылтыр нәрсе тартылды. Бұл оның салқыны мен тыныштығын шақырған жарқын көл болды. Оны жақынырақ зерттеуге бел буған Мими төмен түсіп, бұтақтан бұтаққа секіре бастады және көп ұзамай көл жағасында болды. Жағалауда ол Ту-Ту есімді ескі дана тасбақамен кездесті. Тасбақа өзінің ақылды кеңестерімен әңгімелерімен танымал болды. Мими оған жақындап, мен неге секіріп, тербелгенді ұнатамын. Неліктен қозғалыс маған сонша қуаныш әкеледі? Ту-Ту күлімсіреп, Мими, қозғалыс бұл өмір. Сіз қозғалғанда өзіңізді тірі, еркін және бақытты сезінесіз. Бұл сізге жаңа жерлерді ашуға, жаңа достармен кездесуге және осы әлемнің сұлулығынан ләззат алуға көмектеседі. Бірақ ең бастысы, қозғалыс сізге өзіңіз болуға, бәріміз жақсы көретін көңілді және көңілді маймыл болуға көмектеседі. Мими тасбақаның сөздері туралы ойлады. Ол қозғалыс пен шытырман оқиғаға деген сүйіспеншілігі, оның қуаныш пен өмірге деген сүйіспеншілігін білдіру тәсілі екенін түсінді. Өзінің сүйікті ағашына оралғаннан кейін, Мими әр сәттен ләззат алып, секіруді және тербелуді жалғастырды. Бірақ бұл оның күні аяқталған жоқ. Біраз уақыттан кейін ол достарының айқайын естіді. Бұл оның Кока папугаясы, жалқау Слоу және Игрунка бибінің ең жақсы достары болды. Олар мазасыз болып көрінді. Мими, бізде проблема бар, деп айқайлады Коко оған ұшып бара жатып. Не болды? Деп сұрады Мими. Кока Рика есімді кішкентай ракон биік ағашқа жабысып қалғанын және төмен түсе алмайтынын түсіндірді. Мими ойланбастан сол ағашқа қарай жүгірді. Ол Риконың бұтаққа жабысып жылап жатқанын көрді. Қорықпа, Рико. Мен саған көмектесемін. Мими айқайлап ағашқа тез көтеріле бастады. Ол раконға оңай жетіп, оны қолына алып, ақырын жерге түсірді. Риконың ризашылығы соншалық, ол өз ризашылығын қалай білдіретінін білмеді. Рахмет, Мими. Сен мені құтқардың, деді ол көз жасын сүртіп. Мими күлімсіреп, әрқашан достарына көмектесуде қуаныш. Біз бір-бірімізді қолдап, бірге өмірден ләззат алуымыз керек. Осыдан кейін барлық достар Риконы құтқару мерекесін өткізуге шешім қабылдады. Олар гүлдер мен бұтақтармен безендірілген тазартуға жиналып, көңіл көтере бастады. Мими барлығына секіруге және тербелуге арналған жаңа орындарды көрсетті, көңілді жарыстар ұйымдастырды және әр күн сайын қозғалып, қуанғанда өмірдің әдемі екенін еске салды. Кока ән шырқады, Слоу күлкілі әңгімелер айтты, ал Биби барлығына дәмді жемістер берді. Күн бата бастағанда және аспан нәзік қызғылт және қызғылт сары реңктерге боялған кезде, Мими шаршаудың оған біртіндеп оралғанын сезді. Бірақ бұл шаршау жағымды болды, бақыт пен өмір сүрген күннің қанағаттануына толы болды. Ол достарына қарап, олардың күлгенін көрді. Кешке орман түннің көлеңкесін паналаған кезде, Мими өзінің сүйікті ағашына оралып, ең ыңғайлы бұтаққа көтерілді.
Ол жұлдыздарға қарап, қозғалыс пен қуаныш оның өмірінде қаншалықты маңызды екенін ойлады. Ол өзінің белсенді өмір салтының арқасында өзін бақытты сезініп қана қоймай, достарын да бақытты ететінін түсінді. Бірнеше күн өтті. Мими өзінің шытырман оқиғаларынан ләззат ала берді. Қуанышын басқа орман тұрғындарымен бөлісті. Бір күні таңертең ол жаңалықты естіді. Жақын маңдағы орманда жаңа тұрғын Нала есімді жас маймыл пайда болды. Нала өте ұялшақ және өзіне сенімсіз болды. Сондықтан ол жасырынған жерінен сирек шығып кетті. Мими Наламен танысуға және оған орман отбасының бір бөлігі ретінде сезінуге көмектесуге шешім қабылдады. Ол Наланы үлкен ағаштың бұтағында отырғанын тауып, күлімсіреп, «Сәлем, мен Мимимін. Менімен бірге серуендеп, әдемі орманымызды көргіңіз келе ме?» Нала сәл ұялып келісті. Олар орманды аралай бастады және Мими оған өзінің барлық сүйікті жерлерін көрсетті. Тербелетін биік ағаштар, демалуға болатын салқын көлдер және хош иісті гүлдер жинауға болатын гүлденген шалғындар. Бірте-бірте Нала өзін сенімді сезіне бастады. Ол Мимидің әр сәттен ләззат алғанын көрді және қозғалыс пен приключения үлкен қуаныш әкелетінін түсінді. Олар бірге бұтақтан бұтаққа секіріп, жүзім бұтақтарында тербеліп, құлағанға дейін күлді. Бірде олар көлдің жағасында тоқтаған кезде, Нала Мимиден, «Неге сен әрқашан соншалықты көңілді және жігерлі боласың? Сізде сонша қуаныш пен күш қайдан пайда болады?» Мими күлімсіреп, «Мен қозғалыс бақыттың кілті екенін түсіндім. Мен қозғалған кезде өзімді тірі және еркін сезінемін. Мен айналамдағы әлемнің сұлулығын көремін және әр сәттен ләззат аламын. Бұл маған күш пен қуаныш сыйлайды. Мен бұл қуанышты басқалармен бөліскім келеді, сондықтан бәрі бақытты сезінеді». Нала Мимидің сөздерін ойластырып, қозғалыс шынымен бақыт әкелетінін түсінді. Ол да күн сайын ләззат алып, қозғалысқа қуанып, қуанышын басқалармен бөлісемін деп шешті. Содан бері Мими мен Нала ең жақсы дос болды. Олар бірге орманды зерттеді, жаңа орындар ашты және барлық орман тұрғындары үшін қызықты ойындар өткізді. Күн сайын оларға жаңа шытырман оқиғалар мен қуаныштар әкелді. Мими кез келген адаммен қозғалысқа деген сүйіспеншілігімен өмір қуанышымен бөлісуді жалғастырды. Ол барлығына қозғалыс тек белсенді болу тәсілі ғана емес, сонымен бірге бақыт пен қоршаған әлеммен үйлесімділік жолы екенін үйретті. Осылайша көңілді маймыл Мими өзінің жасыл орманында өмір сүруді жалғастырды. Оны қуаныш пен күлкіге толтырды және күн сайын айналасындағыларға қозғалыстың қуанышы өмірдің қуанышы екенін үйретті.